Сүргіннен қайтып келуі. 1825 жылғы көтерілістен кейін таза патша Николай I сол уақытқа келіп Пушкиннің жүда белгілі болып кеткенін түсінеді. Ол оның көтерілісте қатынаспағанын да түсінеді. Һәм оның қайтып келуіне рұқсат береді. Патша Пушкиннің жұмыслары баспадан шығуынан алдын өзі көріп шығатұғынлығын айтады. Ол өзінің жақсы патша болатұғынын һәм жарлардың, құллардың азат етілуіне жәрдем беретұғынлығын айтады. Пушкин қиын жағдайда еді, себебі ол патшаға ұнамайтұғын еш зат жаза алмас еді. Ол мемлекет басшылары хақында жаман зат жазбасылығы үшін жүда абайлы болу керек еді. Полиция әтвар менен оны бақылауды давам еттірді. Дегенменен сол уақытта Пушкин көплеген ұлы шығармаларды жазады. Дерлік, әрбірі рус әдебиетінде өз тауырауының біріншісі болған. Бұған Пикалы қаным Пиковая дама деп аталған қысқа көріні мысал бола алады. Бұл шығарма Чайковский тарихынан операға айландырылған Достоевскийдің романларына үлкен тәсір көрсеткен. Ақырғы жыллары Пушкин өзінің соңғы жылларында Санкт-Петербургта үкімет қызметінде болған. Ол 1831 жылы үйленген, һәм патша сарайы жәмиетінде көп уақыт өткеруге мәжбүр болған. Ол көбірек проза жаза бастаған. Ол ұлы Петр тарихын һәм капитан қызы тарихи романын жазған. Ол патшадан өз жұмысынан босап, уақытын ауылда жазу менен өткеруіне рұқсат етуін сұраған. Патша бұған рұқсат бермеген. Пушкин 1837 жылы дуэльде өлтіріледі. Ол хаялының құрметін қорғау үшін дуэльге шығуына мәжбүр болады. Пушкиннің жетіскендіктері. Пушкин болмағанда бүгінгі күнде рус тілі жүда өзгеше болар еді. Шығармаларында ауызекі сөйлесу тілін пайдалануы арқылы ол оны аңсат, сонымен бірге терең сезімдерді білдіре алатұғын тілге айландырды. Оның жұмыслары кейінірек Тургенев, Гончаров һәм Лев Толстой сияқты жазушыларға үлкен тәсір көрсеткен. Евгений Онегин дәуір жәмиетін ашып берген бірінші рус романы болған. Оның жұмыслар барлық басылы тілдерге аударылған.